Қазақстан Республикасының президентіне кандидат Қасым-Жомарт Тоқаевты қолдау жөніндегі облыстық қоғамдық штаб мүшелері мен сенімді өкілдері Арыс қаласына қарасты Шиделі ауылдық округ тұрғындарымен кездесті. Кездесу барысында облыстық қоғамдық штаб мүшесі Түркістан облысы мәслихатының депутаты Рабиға Қуатбекова, Түркістан облыстық атамекен кәсіпкерлер палатасының Түркістан облыстық филиалының басшысы Аслан Ибадуллаев, Арыс қалалық қоғамдық штаб төрағасы Бақтығали Ділдәбеков пен штаб мүшесі Гүлмира Әуезова үгіт-насихат шараларын өткізіп, кандидаттың әділетті Қазақстан бәріміз және әрқайсымыз үшін деген сайлауалды бағдарламасымен таныстырды. Көптеген өзгерістер болып жатыр. Сондықтан мен сіздер оның бәрін өздеріңіздерді біліп отырсыз, бірақ біздің ең басты мақсатымыз осы сіздерді белсенді 20 қарашада өзіміздің осы халқымыздың, республикамыздың президентін сайлауға шақырамын. Өздеріңіздің таңдауыңызды жасаңыздар. Жиында облыстық қоғамдық штаб өкілі Аслан Ибадуллаев халқымыз әділетті Қазақстан құру идеясының төңірегінде топтасуы тиіс екенін атап өтті. Сайлауалды сіздермен кездесуіміз жалпы өзгерістер болып жатыр. 2019 жылы президент сайланды, Қасым-Жомарт Кемелұлы. Содан бері кәсіпкерлікті дамытуда көп өзгерістер болып жатыр. Сонда айта өтейін дедім. Грант мәселесі де қаралды. Қаншама адамдар грант алуға жатыр. Одан бөлек үлкен сомалар несиелер бөлініп жатыр бюджет есептерінен. Ол жерде де мысалы агрокредит несиесі бар, субсидиялар бар, кәсіпкерлікті ынталандыруға. Негізгі мақсаты Қазақстан өзіміздің экономиканың драйвері ол шағын орта бизнес. Сол үшін жаңағы халықтар жалпы бизнеске икемделгені дұрыс. Өздеріңіз білесіздер ғой, 2019-дан бері көп бағдарламалар болды. Енді өзіміздің Қасым-Жомарт Кемелұлы туралы өз ойымды айтайын. Ол кісі енді шын мәнінде көріп отырсыздар, бәріміз әлеуметтік желідеміз. Қазақстан мәртебесін қатты көтеріп жатқан қазіргі кандидат. Енді 20 қарашада сіздер барлықтарыңызды осы сайлауға келіп, барлықтарыңыз қолдап, сол жерде дауыс беріп, Қасым-Жомарт Кемелұлыға Қазақстанның ары қарай дамып, өсіп, кеңеюіне сол сенімді болып, барымыз сіз біз болып қолдап дегендей ат салысуға шақырамыз сіздерді. Кездесу барысында жиынға қатысушылар тарапынан қойылған сауалдарға қалалық қоғамдық штаб төрағасы Бақтығали Ділдәбеков қарапайым әрі түсінікті тілмен жауап берді. Сонымен қатар сенімді өкілдер жиынға қатысқан азаматтарға кандидаттың ақпараттық үгіт материалдарымен таныстырды. Жиын соңында кездесуге қатысқан Шиделі ауылдық тұрғындары сайлауға белсенді қатысатындықтарын жеткізді. Жұмайым Абызбай, Мержан Ғалымжанұлы, Арт ТВ жаңалықтары.